Құрметті оқырман, Өмірай каналынан басқа да қызықты, әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеле кетіңіз. Айнұр Шамшиитова, кеш жеткен махаббат. Қаланың нөсер жаңбырына мән бермей, алға ұмытыла түсті. Бар ойы Саяны күттіріп қоймау. Жігіттердің әлбетте белгіленген уақыттан ерте бару керек екенін ойына нақтап ұстанған. Жауынның ірі тамшысы сабалап жер тұрғанда есіне базардағы ұрысқақ әйелдер түсе кетті. Жұқа плашының жағасын көтеріп қояды. Бастан ағып мойнына түскен тамшының салқындығында елер емес. Абылайхан ескерткішінің тұсына келіп, қолындағы сағатына дембіл-дембіл қарай бастады. Бетін жаңбырға төсеп, ескерткіштің басынан аяғына дейін қара сеңгір даланың шеберлерінің қолынан шыққан таңғажайып дүниені тамашалап тұрды. Мектепте оқыған кітаптары есіне түсіп, ханның бір беткейлігін, бір сөзділігін ойлана таңырқап, осы ханға ұқсағысы келгенде Абылайхан жайлы өлеңдерді күбірлеп айтып та шықты. Есімхан алаңның тұсынан шыққан Саяны бірден таныды. Көкшіл қол шатыры үстіндегі түкті жең пальтосының түсімен бірдей екен. Сумкасын қолымен басып жүгіре түсті. Біресе жолына, біресе ұланға қарап келеді. Әр кездескен сайын сағындырған саяшым деген сөзімен сүйіктісін қарсы алатын ұлан бұл жолы да солай айтты. Қыздың сылдыр күлкісі жаңбырды күшейткендей ұрына түсті. Бір қол шатырдың астындағы екеу бірінің бетіндегі суды бірі сүртеді. Қыздың көп күттің бе деген сөзіне ұлан ұялып қалды ма, жоқ деп жауап қайтарды. Тағы да сұрақ қоймаса екен дегендей, Саяны өзіне тартып, қарындасы сияқты еркелете бауырына басты. Осылайша Саяның бұрымынан сипап тұрып, өмірдің сырын, көңілдің жырын сездірдің маған сен ғана, сенерім менің, көнерім менің, жаным-ау менің, сен ғана, деп іштей әндетті. Әрі қарай өлеңін ұйқастыра алмай тұрғанын сезгендей, Сая сөйлей жөнелді. Бүгін түсімде сені көріппін. Үстіңдегі ақ тоныңды шешіп тастап, үлкен жолбарыспен алысып жатыр екенсің. Мен алыста саған жете алмай, дауысым шықпай, алдымдағы тордан өте алмай, қиналып, дүниені басыма көтеріп жылап тұр екенмін. Сондағы қиналғанымды көрсең ғой, оянып кетіп, түсім екенін білгенде, қуанышым қойныма сыймай кетті, деп күлді. Даланы қараңғы түн баса бастады. Жаңбыр тоқтап, күн суып келеді. Жердегі салқын жаңбыр суының буы аспанға көтерілуде. Ұланда бұдан басқа арман жоқтай болып сезілді. Келер күнін де есінен шығарып тастағандай, санасын өзге ойлармен қармағысы келмеді. Қасында келе жатқан Саяның сүп-сүйрік қолынан ұстап, жоғары көтеріп, ыстық демімен үрлеп келеді. Сая әдемі күлкісіне шашалып қалып, ұланның мектептегі қызықтарын естіп, қасындағы моп-момақан баланы басқа жанмен салыстыра елестете бастады. Ұлан Саяның күлкісін ұнатып келе жатса да, көп күлген бір жылайды деп ақыл айтып қойды. Екеуі бірдей жүріп, Саяның үйіне таяпта қалыпты. 3 қабатты үлкен үйде тұратын. Әкесі мен шешесі де дәрігер. Жалғыз інісі Ертай оқушы. Зәулім сарайға таяған сайын, ұланның жүрегі қысылып, ертеңгі күні көзіне енді елестей бастады. Өйткені ұланның анасы терезесі теңмен жүр деуші еді. Өзінің үйінің терезесі бұл үйдің терезесінен бір шама пәс болатын. Әкесі мен шешесі білдей кафені басқарып тұрса да, еш жолдары болмаушы еді. Інісі мен кішкене қарындасына өзі қарайтын. Сая ұланның ойын сезгендей, мен сені сағынамын, еш қашанда ешкіммен де айырбастай алмаспын деп, қасындағы жас жігіттің мойнынан құшақтап алды. Екеуі әдеттегіше қол алыспай қоштасты. Бұлай етсе, енді бір-бірін көре алмайтындай болып сезілетін. Осы бір ұстанымға сенетінді. Сабақта отырып, мұғалімнің әр сөзіне ден қойып, тыңдап отырған ұланның ойына өлең шумақтары орала кетті. Келемін өзімді жетелеп, айтушем сөзімді кекелеп. Міне мен алдым ғой өзімнен, күнімді беймезгіл жекелеп. 3-ші курста оқитын ұланды
заңның әр түкпірі ойландыратын. Кенет аудиторияға орта бойлы Жанна апайы кіріп келіп, күндегідей маңдай шашын бір сипап қойып. Ысқақ ұланға кафедраға үйінен телефон соғыпты. Ұлан анасының ауырғаны жөнінде сабақтан уақытша босатылды деп төбеден жай түсіргендей қойып қалып шығып кетті. Ұлан не істерін білмей қипақтап терезеден көшеге қарай берді. Анасының қатты ауырып, ауруханаға түскеннен бері 2 апта сабаққа бара алмады. Нағашы ағасының мамаң жазылып, ауруынан сауыққан соң ғана үйден шығарсың деп сенім білдіргеннен кейін сол сенімнен аттап ешқайда шыға алмады. Сабаққа күліп, жадырап келетін Ұлан басын төмен салып, Саяны ойлап келеді. Мен оған ештеңе айтпадым, қайда құрып кеткенімді де, қашан келетінімді де. Енді не болар екен деп ойланып өтіп бара жатып, бөтен жігітпен сөйлесіп, сықылықтап күліп тұрған Саяны күлкісінен танып көріп қалды. Көргеніне қуанып, қасына жетіп барып қалғанын өзі де сезбеді. Сөйтсе, бұл байқамапты. Ол жігіт Саяның қолынан ұстап шайқап тұр екен. Ұлан не істерін білмей тұрып қалды. Ұланды таныс достары мазақ етіп күліп бара жатқандай сезілді. Қатты қысылып, хабарласа алмадым, ешқандай мүмкіндігім болмады деп ақтала беріпті. Сая салқын амандасып, қасындағы ұзын қараға жалт қарады. Ұзын қара Саяны қорғаштап сөйлей жөнелгені. Бұл сұлудың сізді тыңдар шамасы жоқ. Түнімен ұйықтамадық, шаршап тұрмыз. Оған мен кінәлі емес шығармын. Сенің бұл жерде әлбетте қатысың жоқ. Рұқсат етсең, сырласуға мұрша бер. Қорғаушысын іздеген қоянша қыпылықтап, Саяға қарап еді, бұл да иә дегендей кірпігін қағып қалды. Не істерін білмей бұрыла шығып, сабаққа да қатыспай көшеге қарай беттеді. Шіркіндердің сырласатын жерлерін, қыздың алдында өзін бір жақсы ұстай алатынын көрсеткісі келгендей шеберлей сөйлеуін қарасайшы. Өзіне не болғанын, бойында қандай өзгеріс болып жатқанын да сезе алмай, аяғын сүйрете басып, алдындағы орындыққа отыра кетті. Не ойласа да, не дегісі келсе де, бір ұшын ұстай алмай меңзең. Орындықтың ағашын ұстап, бар күшімен қыса берді. Аспанға қарап, түрлі суреттің кепін беріп тұрған бұлттарға ішін күйдіріп алып бара жатқан ойларын айғайлап айтқысы келді. Тіпті қасынан өтіп жатқан жүргіншілерде жұмысы болмады. Күбірлеп сөйлей берді. Өмірге қуаныш қалай керек болса, мұң мен реніш те соншама керек-ау деймін. Тіршілік мұңым қарай ма көңілге, қуанышқа кенелсе адамдар масығады, мұңаюды ұмытады. Күлкінің қадірі кетеді. Өмірдің мұңын, ренішін татсақ, соларды жүрегіңмен ұғынсаң, өзіңе бұйырған қуаныш күлкіңде дәмдірек, баяндырақ болады-ау. Өміріңе мән мағына қосылар-ау. Бәріне де нағашым кінәлі, жоқ, ол емес, бұл менің тағдырым. Көзінен аққан мөлдір тамшымен де жұмысы болмады. Саяның түсіше, дәл келгенін қарашы. Я, дәл сондағыдай, мен ақ қуаныш, бақыт тонымды шешіп тастап, ана қара жолбарыспен ойша алысқаным болар. Ал Саяшы, ол сөйлей алмай, жылап тұрмақ түгілі сөйлегенде жоқ қой. Періштені жолдан тайдыратын алтын болса, жігітті аздыратын кісі ақсау. Сенімен ешкімді айырбастамаймын дегені қайда. Бәрібір мен сені бар жаныммен сүйемін. Саяшым, менің жаным да, тәнім де сенде. Мен оларды қалай бөліп алармын. Өмірдің қатал заңына бой алдыра алмаспын. Қанша отырғаны белгісіз. Қасындағы сағаттың шамы жарқ етіп ойын бөліп жіберді. Қас қарайып, қос аққулар көшеге шыға бастапты. Саясын іздеп әр жұпқа бір қарайды. Орнынан тұрып жайымен кете берді. Үйіне жеткенше жаяу келді. Қарындасының алдынан жүгіріп шығып, мойнына асылғанын сезбей де қалыпты. Тура бір Саясы қайтып келгендей, жүрегі лүпілдей жөнелді. Сабаққа барып, түрлі әңгімелер де естіп қалды. Саяны айнытқан достары. Ұланың саған ескертпей кетті де қалды ғой. Оны не етесің? Мына жігітпен таныс, сондай керемет. Спорт бапкері деп қоярда қоймай таныстырған да солар екен.
ойға берілмей сабағын жақсылап оқып жүрді. Жаздың самал желі де соға бастапты. Күн жарқырап сәуле шашса да, ұлан оған мән берер емес. Басында бір ойлар, кетпейтін қайғы, кек бар сияқты. Сая әлгі жігітпен әлі бірге екен. Бір отырыста Саяны ұрып та қалғанын естіп шыдай алмады. Сабақтан асыға шығып, информатикада 3-ші курста оқитын Саяға бет алды. Саяға баруын шешкенде бір тасты көтергендей ауыр ойға батты. Күннің ыстығы ақ жүзін терлете түсті. Бір топ қыздың арасында бір нәрселерді күтіп, күліп тұрған Саяны алыстан таныды. Алдына тор қойғандай, ары қарай жүре алмай тұра қалғаны. Көңілім суиды сен жоқ болсаң қасымда, жүрегім жылиды отырсаң қайта жанымда. Көңілің сенің суйма әлде жылыйма, ән айтсам егер шаттығы толы басымда. Қарашы менің көзіме шындап үңіліп, бар мекен әлде жоқ бекен мұңды шын күдік. Шыныңды айтшы, ақырын ғана түңіліп, рас бекен жұрттың айтары маған мұң қылып, деп күбірледі. Бұл өлеңін Сая алыстан естіп тұрғандай ұланға қарай келе жатты. Баяғы Сая емес, өзгерген, көзін боямайтын еді, қоңыр бояу жағыпты, әдеміленіп кеткен секілді. «Иә ұлан, біз жақтан қыз тауып алғансың ба?» «Жоқ, саған келдім. Маған көп келе берме, серттескен адамым бар, және мен ол жігітке тұрмысқа шықпақшымын. Әкем мен шешем солай шешіпті. Ол жігіт өзіме де ұнайды». Ұланның көзіне жас үйіріліп, жүрегі сыздап қоя берді. Не айтарын білмей, ішінен сөйлеп келеді. «Сенен өзге сүйенішім қалмады дермедім. Алдағы арман асуына қол артамын десем, сен маған ауадай қажетсің. Сенсіз өлеңім де, өмірім де, мақсатым да қараң. Бәрінен тұл қалуы мүмкін». Осындай өрекпіген сөздерді өрт боп жанған кеудеден қалай шығармақшы, қайтып түсініспекші. Арада біраз үнсіздік пайда болды. Екеуі де өз ойларымен үндемей жүріп келеді. Саяның да ет жүрегі езіліп, дауысын шығарар шығармас күбірлеп: «Кешіре көр мені жаным, кешір албырт кезімді. Мен есімнен шығармадым сенің мөлдір көзіңді. Кештер қайда қымбат ондай, келдәу жетіп жетім күн. Жылатып ап жұбата алмай кеткеніме өкіндім», деп аспанға бір қарады. Бұл өлеңнің ендігі шумағын ұлан іштей жалғап кетті. «Жайлауымнан ел кеткен бе, жоқ сырласар кісімде. Көп ойлаған себептен де, көріп жүрмін түсімде. Кешір мені ұмытам деп ұмытпағаным үшін, өзің менен қиялымда бір ұйықтағаным үшін». Сая тағы күбірлеп кетті. «Кешір мені балалық кез мазаласа күніге, жолыққанда бір жылы сөз оралмаса тілеме. Оятпадым тоңнан күліп, ойдан кетпес жырмысың. Кешір сені арманда ғып тірі жүргенім үшін», деп екеуі де Тұманбай Молдағалиевтің өлеңін іштей шертіп өтті. Ұлан Саясының енді қайтып оралмасқа, ұзаққа кеткенін сезді де өз жұдырығын тарс етіп қысты. «Сая, менің емес Құдайдың құдіреті күшті, солай шешкен болсаң жолың болсын». Ішін тілгілеген ойларын сыртқа шығара алмады, іштей күйді. «Сен бәрін түсінесің ғой, анамның сөзінен аттап кете алмадым». Екеуі салқын қоштасып, Сая тоқтаған таксиге отырып кетті. Айдалада қалғандай, Ұлан көзі талғанша жаңағы сұр таксиге қарап тұра берді. Ұлан практикасын достарымен бірге Шымқалаға алды. Екі жағы суалып, азып та кетті. Кеудесін жеген ащы ойдан әрі арыла алмады. Шымқалаға кетерінде Саяға телефон соққысы келді, бірақ олай етпеді. Өйткені ертең Сая ұзын қараға ұзатылатын. Ұйықтап жатқан қарындасының шашынан сипап біраз отырды. Көзінен аққан тамшылары қарындасының шашына ара кідік тамып жатқанын да байқамады. Ұланда әкесі мен інісі шығарып салмақ болып жолға шықты. Әкесінің айтқан ақылына басын изей беріпті. Тіпті барғың келмей тұрма деген әке сөзіне де басын изеп қалғанын сезбей де қалды. Жолда іші пысып, достарымен біраз сөйлесті. Әр қайсысы әр нәрсені айтып күліп келеді.
Бір кезде сөздері таусылды ма, әйтеуір әркім өз ойымен қалды. Ұланның ойына өлең шумақтары орала кетті. Тойыңда сенің болсам деп ойлабем, бірақ болмайды. Сенсіз өткен күндерге көңілім ешбір толмайды. Қалды ғой бір күн тойыңа, өтеді жақсы мойыма. Келсе де барғым тойыңа, келмейді алғым ойыма. Шымқаланың төбесі де көрінді. Бірінші жер үйлер қатар орналасыпты. Біраз жүрген соң қабат-қабат зәулім үйлер, дүкендер кездесе бастады. Халық құжынап, машиналар сыймай тұрған жерге бұлардың көлігі тоқтай қалды. Барлығы бірге пәтер жалдап жайғасты. Бұл күні бәрі үйден шықпай бір жерге отырып жұмысқа дайындалды. Серік жолдамасының артқы жағын шертіп: «Мына жерге баға қойдырамыз ба?» деді. «Жоқ, ол жерге өзіміздің мұғалімдер қояды. Олай болмай қайтып келіп жүрмейік. Қайтып келсең, тағы біраз күн қыдырып қайтасың», деп Алмас қыстырыла кетті. Үшеуі күлкіге көмілді. «Ұлан, сен осы өлеңді жақсылап оқуды қайдан үйрендің? Өлең десе сарнай ала жөнелесің ғой тегі». Серіктің бұл сөзіне қысылмай: «Өмір этикасынан» деп жауап берді Ұлан. «Сен осы этика, эстетика дегенді қалай түсінесің?» Эстетика келешектің этикасы. Эстетикалық биік талғамы болу, сұлулықты түсіне әрі бағалай білу және сол сұлулықты жасай білу деген сөз. Осының бәрі жиналып келгенде сұлулық әдептілік сапасын көтереді. Тек осындай адам ғана қоғам мен келешек ұрпақ алдындағы өз борышын өтей алады. Кітапты бетіне жауып жатқан Алмас Горький айтқан ғой, адам тұлғасы үшін екі иық қандай қажет болса, адамның кісілігі үшін этика мен эстетика сондай қажет деп. Бұл жайлы білетін шығарсың, Серік деді. Пассионсың ғой, сірә. Иә, пассионның да ұғымын білемін. Гумилев былай жорыған: пассионер ұғымы латынның құмарлық, күшті сезім деген сөзінен шыққан. Адамдар тобы ішінде кездесетін қуатты, жігері мол, өте белсенді жандарды пассионерлер деп атаған, деп қолын жоғары көтерді. Бетіңдегі кітабыңды алып сөйлесейші, ұялшақ қыздарға ұқсамай. Ал Алмас, білгіш екенсің, енді маған нағыз сұлулық жайлы айтып берші. Менің сөйлей бергенім дұрыс болмас. Ендігі сөзді Ұлан айтса бұрыс болмас. Екеуінің сөз қуып кетерін сезіп Ұлан: адамның сыртқы әсері ішкі нәріне сәйкес келсе, яғни сыртқы келбеті, пішін көріктілігі, ішкі рухани терең мазмұнмен біте қайнасып, үйлесіп жатса, нағыз сұлулық сол болмақ деді. Иә, білем, адамға жылы шырай білдіріп, сұрағына жөндеп жауап беруде сұлулық. Сондықтан да Платон сұлулықты нұр шұғыла деп атаған, деп Алмас тағы да сөзге қосылды. Содан ертең қаланы қыдыратындарын айтып ұйқыға кетті. Серік оянып кетсе, таң атып қалған екен. Бөлме іші қоңыр қараңғылық. Терезе жаққа көзі түсті. Тысқа қарап ойланып тұрған Ұланды көріп шошып кетті. «Ұлан, ұйықтамай неғып тұрсың?» «Әшейін ұйықтай алмадым». Көрпесін басына жауып жата берейін десе, досынан ұялып басын көтеріп отырды. Алмас ештеңе сезбей ұйқының құшағында жатыр. Үш жігіт күнімен қыдырып, кешке жақын үйлеріне қарай бет алды. Ұлан ештеңе ойламайын десе де, ойынан Саяның бейнесі шықпай қойды. Көшенің ортасымен үшеуі келе жатты. Бір кезде кенеттен арттарынан шұбырған ЗАГС машиналары келіп шулап өтіп жатты. Ұланның ойы бірден бұзылды. Саядан шын айырылғанын енді ғана сезгендей айғайлағысы келді, бірақ достарынан қысылды. Серік пен Алмас Ұланның жайын түсініп ойлана қалды. Үшеуі бастарын төмен түсіріп үйге де жетті. Бұл күн жігіттер үшін өмірдегі ең бір ойлы күндері сияқты болып сезілді. Ұланның өксіген дауысы да шығып кетті. Содан басын көтермей, ертесіне кешкі сағат 5-ке дейін жатты. Практиканың шаруасын бітіріп, болған қызықтарын айта бастады. Ұлан бұған селт етер емес. Бір кезде Серік: «Сендерге сұрақ қоюға бола ма?» деді. Сұлулық демей бір басқа сұрақ қойшы, онсыз да сұлумыз. Мына Ұланның жанының сұлулығы сонша, ойынан әлі сол бір періштені шығара алмай жүр. «Жоқ,
бұл басқа сұрақ. Адам өмірге қанша рет келеді? Алмас білсе де үндемей ұланға қарады. Біраз тыныштықтан соң ұлан 1 рет деп жауап берді. Ондай болса, сол 1 рет келген өмірімізді қызықты, жан қызығатындай, жұрт қызғанатындай етіп өткізейікші, ұмытайықшы сол бір жайттарды. Өмір сондай керемет емес пе? Әлі қыз көп, басыңды көтеріп, өзіңе қарасаң, шымқаланың бар сұлуы сенің соңында жүретіндей ақ түрің бар. Я, ұлан, терезеден көрініп тұрған тал жапырақтарына қарата қолын созып. Ананы қарашы, жапырақтардың бәрі бірдей, ешбір айырмасы жоқ. Түсінсең, қыздар да сондай айырмасыз. Бір дүкеннің заттарындай бірдей ғой. Тек ақылы, бірақ ақыл деген өзгеріске ұшырайтын күш. Сен оны жақсы білесің. Бәріне ойың жетіп, неге осыған келгенде жіпше байланып қалдың? Достарыңның сөзінен соң, ұлан іс тәжірибе жинауға белсене кірісті. Ойын ешбір нәрсеге алдырмады. Үшеуі әдейі бір жерде болып, әр жердің қағаздарын салыстыра ұғынып жүрді. Уақыттары бітіп, елге қайтты. Көліктің ішінде үшеуі ғана сөз сайыстырып, сөйлеп келеді. Қалаға кіріп, вокзалға жете бергенде ұланға мені кім күтіп алар екен деген ой келе қалды. Пойызға отырып, одан әрі автобуспен Жел Тораңғыл ауылына да жетті. Жалғыз аяқ жолмен жол сумкасын арқалаған жас жігіт келеді. Ауылдың тұрғындары бұл жігітті бірінші рет көрулерін айтып күбірлеп қалып жатыр. Алыстан қыздардың күлкісі де құлағына талып жетті. Керек десең апасы да ұланды танымай қалды. Апа, жағдайыңыз қалай? Деп екі қолын ербеңкете жетіп келген жігітке көздерінің астына ауылдың жалғыз аяқ жолдары түскендей әжім басқан кәрілеу апа. Әй, бұл кім өзі? Шатасып кеткен жоқсың ба? Деп сампылдай шырайлап. Жоқ апа, мен ғой Ысқақтың ұлы ұланмын. Ой айналайын, Ысқағым менің, аманбысың? Деп құшақтай алып, өзінің інісін көргендей болды. Ұлан бұл кісінің інісінің ұлы еді. Апасы көзінің жасын сүртіп, әй баламай, шаршап қалдың-ау, мені де іздейді екен біреулер. Қалқамау, жүр, үйге кір, деп бастап жүрді. Атам қайда? Атаң жүрген, шалдармен таңертең шығады да, кешке дейін жоқ болып кетеді. Колхоздың бар шаруасы соның мойнында. Бұрын бас есепші болған соң, қазір де сол жұмыстан арыла алмай жүр ғой ол шырақты. Солай ма? Деп ұлан үйге кірді. Бірден көзіне түскені екі орындықтың ортасында тұрған үстелдің үстіндегі сурет еді. Жердегі шашылып қалған шахмат аяғына батып кетті. Жиып қой десем тыңдамайды. Қазір бәрі өз ойын жасағысы келеді. Біз баяғда отыр десе отырып, жүр десе жүретін. Мұны кім ойнайды? Ұлымның баласы ғой, демалысқа шыққалы бәле болды. Бір мезгіл мектепке барып, құлағымыз тыншып қалушы еді. Ауылдың балаларымен суға кеткен-ау шамасы. Шулайды дегеніне қарағанда кішкентай бала екенін сезді. Отыра ғой, мұнда кел. Мен келінді ертіп келейін. Мына оң жақтағы көршілерге кеше келін түсіп, сол үйге кеткен еді, деп шығып кетті. Ұлан орнынан тұрып, жаңағы суретті көрді. Үйлену тойында түскен екі жастың суреті екен. Екеуі де әп-әдемі аққұба реңді. Орнына барып отырып, жастықты ары қойып, шалқасынан түсіп, қолын жоғары созып, жата кетті. Біраз жатты. Даладан ұлан ғой ұлан деп сыбырлап келе жатқандарды естіп, тұрып отырды. Кәрі апаның артынан кірген жап-жас еліктің лағындай келінді көрді. Орнынан тұрып, амандасып, жағдай сұрасып жатыр. Лездің арасында үстелдің үсті жайнап шыға келді. Бір кезде ауланың ағаш қақпасын сықырлата ашып, апаның ұлы жарық кіріп келді. Ауылға бөтен жігіт келді деп естіп едім. Сол жігітің біздің үйге кірген екен ғой, деді күле сөйлеп. Шай үстінде жаңалықтарын айтып, ауыздары еш жабылмады. Кәрі шеше байғұс жас жігіттің іші бауырына кіріп өліп жатыр. Мына келін қартайып, қажыған шешеге төрінен орын босатып, шыны аяқ шайын ақ көңілмен ұсына алатынын көрсетіп ақ отыр. Ұлан ішкі бөлмеге еніп, киімін ауыстырып шықты. Жарық ағынан жарылып, саған ауылдың барлық түкпірлерін аралатамын, бар сұлуға таныстырамын, деп күліп жатыр. Рахмет, жұмысыңыздан қалмаңыз,
мен әлі бәрінде көріп үлгіремін ғой. Ақ жүрек жарық келіншегіне қой соямыз, дәмді тағамдарыңды пісіре бер деп жатыр. Кең ауладағы биіктеу орындыққа отырысты. Апасы ұланды айналып кіріп шығып жүр. Ауланың ағаш есігі тағы да сықырлады. Сырттан жүгіре басып Арман кірді. Арман жарықтың ұлы, шынында кішкентай, 2-3 оқитын бала екен. Артынша келген кісіні бірден таныды. Қартайса да өзіне жақсы қарайтын қария Еркін еді. Еркін атасы да Ұланды көре таныды. Қонақ келіп қалыпты ғой. Біз міне пенсияға шықсақ та жастарға жұмыс үйретіп, есеп шотымызды құшақтап жүрміз. Үй іші тегіс аман ба? Әкеңе сені жібер, көрсін деп дайындап едім. Практикадан келген соң жіберемін ғой деген болатын. Осы уақытқа дейін 2 практикаға барып қойған шығарсың деп күлді. Бәрі қосыла күліп жатыр. Кезінде әп-әдемі болып жүретін ағасының да бетіне әжім түсе қалыпты. Томарда етіп тағып жүретін галстукты да тастаған. Ұры болмасын, адалдық болсын. Бұл өзі өмірде сирек болса да қылдай тайған қылмыскермен құлқынның құлын жегішті тап басып тауып әшкере етіп жүрмін десейші. Жоқ, әлі олай әшкере етуге жетпедік қой. Әзірге сол қулардың жолын тосып жүрміз. Құдай қаласа бәріне де жетерсің деп заң бөлімінде оқитын Ұланның артынан қағып қойды. 1,5 ай ауылда жүріп, бәріне бауыр басып қалыпты. Ауылдың жас жігіттері Ұланды жақсылап шығарып салды. Ұлан үйіне келіп, Алмасқа телефон соқты. Бірінші Сая жайында сұрап еді. Сая оқуын тастап Алматыға кетіпті. Ана ұзын қара солай шешкен болуы керек. Неге, не үшін олай болған, қалай деп шыдай алмай, телефон тұтқасын тастай салып, көшеге шыға жөнелді. Өзін ұстай алар емес. Кеудесіне толған ызаны жеңе алмады. Ең болмаса бір қаланың ішінде жүрер едік қой. Мейлі сол аяқ болсын. 3 қабатты үйдің тұсына келіп те қалды. 3 қабат ұзарып, үлкейіп кеткен сияқты. Енді түсінікті болды. Бұл қаладағы оқуды не етерсің? Үлкен қаладағы үлкен оқу орнына ауысқан боларсың. Ұлан көшені бойлап, оймен көмейіне тас қалап, біраз жүріп үйіне келді. Кіре қалың төсегіне жата кетті. Жұмсақ төсектің салқындығына налыды. Бөлмесіндегі қабырғада ілулі тұрған суретке көзі түсіп, суреттегі жымың қаққан қыздың кепін көріп, тура өзін мазақ етіп тұрғандай сезінді. Ештеңе ойламастан қолын басына қойып, маматай, мына қыздың суретін алып тастап, өзім сияқты біреудің суретін жабыстыршы. Неге? Бұл сурет бұрын саған ұнаушы еді ғой, деп тыста жүрген анасы бөлмеге жай басып кірді. Кезінде маған бәрі де ұнаушы еді. Ал қазір қыз атаулысы ғана ұнамайды деп айтқым келді ғой. Үндемеген ұлының қасына келіп, қолын 2 алақанның ортасына қысып тұрып, кішкене кірпіштен үлкен үй жасай алмайсың ұлым, не болса да өзім айт. Мама, сіз менімен дәл досымдай сөйлесе алатыныңызға қуанамын. Сенің бар қуанышың алдыңда. Балалықтан енді көз ашып, өмірге дүрбімен жақын қарағандай болып келесің. Өмірге жақын қарау да мен үшін қорқыныш сияқты. Ертесіне Ұлан бөлмесінен ешбір қыздың суретін көрмеді. Өзін бір түрлі жалғыз сезінді. Бәрінен айырылғандай, енді Сая түгілі ешбір қыз атаулысын көрмейтіндей болып сезілді. Кенет телефон соғылды. Тыңдап тұрмын. Алмас Ұланның даусын танып, сөйлей кетті. Ұлан-ау, телефон соғып ала алмай, өлдім ғой. Кеше неге телефон тұтқасын тастай салдың? Саған айтар маңызды шаруам бар еді. Айта бер, не болса да тырп етер емеспін. Тырп етпек түгілі менің қасыма ұшып болса да келерсің. Ертегідегі кілемге мініп дейсің ғой. Олай болса тіпті жақсы, жарайды, сөзімді мәселеге бұрайын. Сенің көліне жылы жаққа кетіп бара жатқан аққу құлап түсті. Қонған жоқ, құлап, түсіндің бе? Сенің ақ жұмбағың таусылмайды. Айта берші, радиодағы ертегі айтатын кісіге ұқсамай. Сенімен бір сұлу қызды таныстырмақшымын. Аты саған ұнайды, өзі де деп айталамын. Маған аты да өзі де емес, сөзі керек.
Ол қыздың сөзі енді бір радио демекші, сырымды саған айтам айдарындағы алтынның сөзіне ұқсайды. Есімі Саягүл. Телефон тұтқасын тастай салып отыра кеткен ұлан өмірге жаңа келгендей болды.